arқылы шешеміз. Теңдіктің сол жағындағы өрнектің теңдесіне көреміз. Сонда теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 минус теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2-ні теңдесі болатын x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс x плюс 2-ге көбейтеміз. Теңдіктің екінші жағында дәл осы теңдесіне көбейтеміз. Теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2. Енді бұл жерде a минус b, a плюс b, бұл a квадрат минус b квадрат болатынын пайдаланып, теңдіктің сол жағы мынандай түрде x квадрат плюс 5x плюс 3 минус x квадрат минус 3x минус 2 тең 2x плюс 1 теңдіктің ол жағын өзін жазып қоямыз. Теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2. Енді ұқсастарын біріктірсек, x квадраттар жойылады, 2x плюс 1 қалады. Теңдіктің оң жағында да 2x плюс 1, теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2. Енді x плюс 1-ді бәрін бір жағына жинақтап, x плюс 1 жақшан қатынас, 2x плюс 1 жақшан қатынас шығарамыз. 2x плюс 1 жақшан қатынас шығарсақ, теңдіктің оң жағына көбейтеміз. Теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2 минус 1 тең 0-ге түзіледі. Бірінші көбейткіштен x тең минус 2-ден 1 жауабын таппаймыз. Екіншісінен теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 плюс теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2 тең болу керек 1-ге. Бұл жерде екінші жақша 0-ге тең болады. Енді бастағы теңдеуімізді аламыз. Теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 минус теориясында x квадрат плюс 3x плюс 2 тең 2x плюс 1-ге. Екеуін жүйе ретінде алсақ, енді мүшелеп қоссақ, біртүрліміз жойылады. Сонда 2 теориясында x квадрат плюс 5x плюс 3 тең болады 2x плюс 2-ге. 2x плюс 2-ге. Бұдан қарай шешетін болсақ, 2-ге бәрі қысқартып жібереміз, және квадраттайын. Сонда x квадрат плюс 5x плюс 3 тең болады
bir жағынан жинақтасақ, 3х тең болады. 2х ары шығарсақ 3х болады. Минус 2-ге. Х-тің минус 3-тен 2 деген екінші жауабын аламыз. Бұл жерде енді бірінші жауабы, жалпы жауабы минус 2-ден 1 мен минус 3-тен 2